Армысыздар менің көрермендерім. Менің арнама хош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Қолдауларыңызды өтінемін. Назарларыңызға көп рахмет. Пәктігін жоғалтқан қыз. Екінші курс оқып жүрген кезім. Құрбы қызбен саябақта қыдырып жүргенбіз. Қасымызға екі жігіт келіп, бізді әңгімеге тартты. Құрбым олармен танысып тез араласып кетті. Күні бойы сол жігіттермен саябақта қыдырдық. Мен қайтып кетпекші болып едім. Құрбым үзілді кесілді алып қалды. Өзіме қылмыңдаған жігіттердің бетін қайтарып тастадым. Басым бос емес, жігітім барын айттым. Мен олармен ашылып сөйлесе қойған жоқпын. Үндемей келе жатырмын. Өзіңіз көп сөйлемейді екенсіз? Әлде жігітіңізге алаңдап келесіз бе? Сығырайған көз жігіт сықсия күліп. Ештеңе етпейді. Жігіт деген стенка емес. Біразға жылжытып қоя тұрамыз, деп өзінше есерленіп қояды. Енді әрі қарай сөзіміз жараспасын білдім. Әрі қас қарайған кез. Құрбымның қолынан тартып, шетке шақырып. Әсел, үйге қайтайық. Амина, сәл кішкене жүре тұрайықшы, өтінемін, деп қайтатын ойы жоқ. Сол кезде бір жігіт: қыздар, үйге жүріңдер, біз осы жақын маңда тұрамыз, пәтерге барып отырайық. Рахмет, мен үйге қайтамын, дедім. Сол кезде Әсел құрбым қолымнан тартып, анадай жерге алып барып: Алина, барайықшы, кішкене отырамыз да қайтамыз. Мен ана бір жігітті ұнатып қалдым. Ну, Алина, өтінем, сен менің құрбымсың бәлде жоқ па? Жалғыз қалай барам? Менімен бармасаң мен саған ренжимін, деп еріндерін бұртитып. Алинка, мен үшін баршы, өтінемін. Еріксіз көндім. Бірақ өзімнің үлкен қателік жасағанымды білмедім. Жігіттер бізді екі бөлмелі пәтерге ертіп келді. Әлгі сықси көз тісін ақситып, бетіме қарап күле береді. Маған бұл мүлде ұнамады. Бұл жерден тез арада кету керек. Әсел, үйге қайтайық. Жақсы, қайтсақ қайтайық, деді ол да бірдеңені сезгендей. Біз кетпекші болып едік, олар бізді шығармады. Қайда бара жатырсыңдар? Әлі ерте ғой, отыра тұрыңдар, деп бізді қайтадан отырғызып қойды. Бұлардың жаман ойлары бар екенін сездім. Қатты қорқып қобалжып отырмын. Бір кезде Әсел ұнатқан жігіт құрбымды ертіп басқа бөлмеге кетті. Олар кетісімен сықсиған жалпақ бет жігіт қасыма тақап жаныма отырды. Қолын иығыма қойып, төмен жылжытып сипап қояды. Мен орнымнан атып түрегелдім. Не істеп жатырсың? Ал қолыңды. Неменеңе майысып тұрсың? Осыны қалап келдің ғой, деп маған жақындай түсті. Мен бар даусыммен айқайлап жібердім. Айжан, Айжан! Әлгі жігіт көзі сығырайып, ақсия күліп. Айжан келмейді. Ол ләззатқа батып жатыр. Келменде сені рахатқа батырайын. Жоғал, тиіспе маған оңбаған. Ол менің қасарысқаныма қарамады. Қолымды артқа қайырып, төсекке бір-ақ лақтырды. Айжан, Айжан, көмектес! Бірақ Айжан бөлмеден шықпады. Әлгі сықи көз үстімнен төніп келеді. Мен оның қолынан қыршып тістеп алдым. Ай! Деп жан даусы шығып, аршып түсті де, мені келіп оңдырмай жақтан салып жіберді. Салдаққа асау екенсің. Қазір мен сені үйретейін. Менің шашымнан ұстап, жұдырығыммен ішімнен бір ұрды. Ішімді ұстап бүк түсіп жатырмын. Ауа жетпей, тынысым тарылды. Бірақ әлгі жауыз оған да қарамады. Үстімдегі киімімді жыртып, сол түні менің арымды төкті. Жылап отырмын. Үстімдегі киімім алба-жұлба, жыртылған. Неге жылап отырсың? Ұнамады ма? Сықси көз жігіт темекісін құшарлана ішіне тартып, түтінін будақтатып, сыртқа шығарып, мені кекетіп қояды. Сол кезде екінші бөлмеден құрбым шықты. Оның да жылағаны көрініп тұр. Бет аузына бояу аққан, шашы ұйпа-түйпа. Мен орнымнан тұрып,
Әселді қолынан ұстап сыртқа беттедік. Сықи көз жігіт: Сағынсаңдар келіп тұрыңдар, ренжітпейміз. Бізде үн жоқ. Үйден шығып тез құтылуға асықтық. Апыл-ғұпыл аяқ киімімізді киіп сыртқа шықтық. Жаз айы. Таңғы 5-тің шамасы-ау. Көшеде екеумізден басқа тірі жан жоқ. Әсел, айттым саған, қайтайық деп. Енді түріміз мынау. Мен полицияға барам. Мен оны түрмеде шірітем, оңбаған хайуан, деп кектене жыладым. Жоқ, Алина, полицияға айтпа. Айтуға болмайды. Неге? Алина, менің қымбат әпкем осы ауданның полициясында тергеуші болып істейді ғой. Егер полицияға шағымдансақ, әпкем ұятқа қалады. Бірге жұмыс істейтін қызметкерлері мені бәрі таниды. Болмайды айтуға. Өтінем, Алина. Бұл жағдай туралы ешкім білмесінші. Ортамызда қалсыншы, өтінемін. Ал енді жігітім бетіне қай бетімен қараймын? Ол маған сеніп жүр ғой. Амина, білесің бе? Қазіргі заманда қыздық перде деген түк емес. Ана жолы бір журналдан оқып қалдым. Қыздық пердені қайта тігіп береді екен. Ақшам болса болды. Енді бәрін ұмыт. Болғанның бәрін түсіңдей көр. Уайымдама, бәрі жақсы болады, деп мені жұбатып қояды. Енді екеумізді мына түрімізді ешкім көрмей тұрғанда үйге жетіп алайық деп екеуміз үйге асықтық. Көп замай жігітім Дәулет тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Қуанышымда шек болған жоқ. Ұсынысын қабыл алдым. Бірақ ішімде ол білмейтін құпия бар еді. Ол одан бейхабар. Оны алдағым келген жоқ. Бар шындықты айтқым келді. Бірақ одан айырылып қалам ба деп қорықтым. Шындықты естіп, тастап кетсе қайтем? Мен жек көріп кетеді ғой. Ол менің құпиямды білмеуі тиіс. Осылайша құрбым екеуміз әлгі қыздық перде тігіп беретін клиникаға келдік. Алдын ала жазылып қойғанбыз. Екеуміз де қыздық перде тіккізіп алдық. Мен түк болмағандай пәк болып тұрмысқа шықтым. Дәулет алдағым келмеді. Бірақ басқа амалым болмады. Болар іс болды. Оны ешкім өзгерте алмайды. Болашақ бақытымды ойлап, жаңа өмірге қадам бастым. Өмірде сүрініп құласам да, қайта тұрып бақытты болуға хақым бар.